Баршаңызға сәлем, бұл қызық арна. Бүгінгі шығарылымда аттары аңызға айналған, құрметіне мүсін қойылған иттер жайлы әңгімелейміз. Егер бұл арнаны алғаш рет көріп отырған болсаңыз, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жақсы қаралым тілеймін. Жер бетіндегі өмір сүріп жатқан жануарлардың арасында адамзат баласына ең жақыны ит. Олай деп айтуымызға талай деректер куә. Ит адамның қолға үйреткен ең алғашқы үй хайуаны. Аңыз бойынша адам ата мен Хауа ана өмір сүрген кезеңде алқапты топан су басып, барлық егін суға ағып кеткен екен. Сонда адамзатқа ерген алғашқы жануар ит бір уыс масақты судан тістеп алып шыққан дейді. Сол масақты келер көктемде адам ата мен Хауа ана жерге егіп, тіршіліктерін жалғастырыпты. Міне содан бері осы бір ақылды жануар адамның айнымас досы болып келеді. Иттерге тән қасиет адалдық, сезімталдық және төзімділік. Осындай ерекше қасиеттерімен адамның да қолынан келе бермес ерліктері үшін құрметке бөленіп, тіпті мүсін орнатылған, аттары аңызға айналған иттер тарих жадында сақталып қалған. Біздің заманымызға дейінгі 4 ғасырда Коринф қаласын қарсыластары жаулап алады. Бірақ соғыс кезінде тосыннан жауған қатты нөсер мен дауылдың кесірінен жау әскерлері қаланы тастап, шығысқа қарай ығысуға мәжбүр болады. Қала тұрғындары бұл жағдайға қатты қуанып, тойлап, тыныш ұйқыға кетеді. Алайда, түн ішінде жау әскерлері қалаға қайта шабуыл жасайды. Осы кезде жаудың тосыннан таяп қалғанын сезген Соетр есімді ит Коринфаның бүкіл гарнизонын оятып белгі береді. Соетрдің арқасында олар жеңіске жетеді. Осы ерлігі үшін оған тірі кезінде мүсін тұрғызылып, Коринфаның қорғаушысы және құтқарушысы деген жазуы бар күміс мойынбау сыйға тартылған. Әлемдегі ең атақты мүсіндердің бірі Париж қаласындағы Сена өзенінің бойында орнатылған. Бұл мүсін кішкентай балақай құшақтап тұрған Сен-Бернар Барри деген қаһарман итке арналған. Ескерткіштегі 40 адамды ажалдан арашалап, 41-шісінің қолынан өлген Барриге деген жазудың астарында мынадай аңыз жатыр. Швейцарияның Альпі тауларының бірінде Сен-Бернар деген асу бар. Ол жақтың қысы 8-9 айға созылып, аяз -34 градусқа дейін жетеді. Ауа райының қаталдығынан бұл маңда талай адам жан тапсырған. 16 ғасырда шатқал жанынан қасиетті Бернар шіркеуі тұрғызылады. Онда пірадарлар қоныстанып, жолаушыларға жол көрсетіп, қиын жағдайға тап болғандарға ыстық тамағын беріп, жылытып, ал адасқандарды іздеп көмек көрсетуі тиіс болатын. Алғашқы жылдары олар қар астында қалған. Адасқан жандарды көп жағдайда құтқара алмады. Алайда көмекші иттердің келуімен жағдай өзгерді. Альпинистерге көмек көрсетуші иттерді шіркеудің құрметіне Сен-Бернарлар деп атады. Ірі денелі иттердің иіс сезу қабілеті мықты болды. Олар тіпті қалың қардың астында жатқан адамды тауып, қарды қазып шығарып алатын. Ал оларды жылыту үшін үстіне жатып, есін жиғызу үшін беттерін жалап оятатын. Шіркеу қызметкерлері құтқарылған адамдар ашығып қалмас үшін иттердің мойнына аздаған азық-түлік және шарап салынған түйіншекті байлап қоятын, ал үстеріне жылыну үшін көрпе байлайтын. Осындай иттердің арасында Барри есімді ит қатты ерекшеленетін. Оның сезімталдығы сонша, қар көшкінін тіпті 1 сағат бұрын сезе алатын және қалың қардың астында жатқан адамды да қиындықсыз таба алатын. Күндердің бір күнінде Барри қатты мазасызданып тыпырши берді. Ол қар көшкіні болатын сезіп асуға қарай жүгіре жөнеледі. Сөйтсе қар көшкіні әйел мен оның кішкентай ғана баласын жырыққа түсіріп жіберген екен. Барри дереу жырыққа түсіп ес-түссіз жатқан кішкентай балақайдың бетін жалай бастайды. Бір кезде қыз көзін ашып есін жинайды. Содан кейін әйел соңғы күшін жинап, қызын киіміне орап, шәлісімен иттің үстіне жатқызып байлап береді. Ақылды құтқарушы қызды шіркеуге аман-есен жеткізіп, өмірін сақтап қалады.
Альпінің қаһарманы жалпы 40 адамды құтқарып қалған. 1812 жылы ол әдеттегідей қар астына көміліп қалған ер адамды қазып шығарып алып есін жиғанша жылытады. Әлгі кісі өз-өзіне келген кезде, алдында тұрған үлкен тұмсығы бар қар басқан итті көргенде аю екен деп пышақ сұғып алады. Бір қызығы Барри есімінің мағынасы кішкентай аю деген мағынаны білдіреді екен. Жараланған Барри шіркеуге сүйретіліп әрең жетеді. Шіркеудегілер оның жарасын таңып, Берн қаласындағы емханаға жеткізеді. Ол тірі қалды. Алайда, ол әбден қалжырап қалғандықтан бұрынғы жұмысына қайта кірісе алмады, әрі ол қартайып та қалған еді. 1814 жылы оның соңғы демі таусылады. Талайды қар құрсауынан құтқарған батыл ит Барридің ерлігін жұрт көпке дейін айтып жүрді. Келесі қаһарман балалардың сүйікті кейіпкеріне айналған ит Бальто. Ол 1925 жылы Алясканың Ном аймағын жайлаған індетті тоқтатқан. Дәл осы жылы Аляскадағы алтын іздеушілердің кішігірім Ном атты қалашықта дифтерия ауруы тарайды. Бұл кесел әсіресе балаларды қатты қинады. Жергілікті ауруханада дәрі-дәрмек науқастардың барлығына жетпейтін еді. Антитоксинді Анкоридж шаһарына Ном қаласына тікұшақ жеткізуі тиіс болатын. Алайда қолайсыз ауа райына байланысты бұл мүмкін болмады. Сол кезде ауыл адамдары дәріні иттер жеккен шанамен әкелуді ойластырады. Шанаға 150 ит жегіліп, олар 1085 шақырым жолды жүріп өтуі тиіс болды. Олардың арасында Бальто да бар. Бальто оған дейін тек тамақтасумен айналысқан. Оны иелері тым баяу қимылдайтын және алыс жолға шығуға жарамсыз, әлсіз ит деп санады. Кейінірек оны иттер қосынына қосқан. Алайда ол кезде Бальто көшбасшылық қасиеттерін таныта қоймаған. Оның қайсар мінезі дәл осы сапарда ашылады. Иттердің қосынын айдап барған Гуннар Кассиан оқиғадан кейінгі сұхбатында соңғы 84 шақырымда ауа райы тым қаталданып, айналаны қалың тұман басып, ештеңе көрінбеген. Осы сәтте Бальто бір қауіпті сезіп, жүгірген иттерді дер кезінде тоқтатады. Егер ол қосынды тоқтатпағанда барлығы Топкок өзеніне құлайтын еді. Қиын, алыс сапарды ерлікпен еңсеріп, ең бастысы құтыдағы дәріні бүтіндей жеткізген иттер қосыны қалаға таңғы 5:30-да жетеді. Бальто және өзге де шыдамды иттер осылайша қақаған боранда 5,5 тәулікті жолда өткізіп, бүкіл қаланы аман алып қалады. Шаһарды жайлаған эпидемия 5 күннен кейін тоқтап, балалар аман қалады. Иттердің қосынын айдап барған Гуннар Кассиан және 4 аяқты достары алға қойған міндеттерін толық орындап шығып ақштың батыры атанды. Бальто 1919 жылдың 10 ақпанында Алясканың Ном қаласында туылған. Өмірінің бірнеше жылдарында тауға тамақтасумен айналысқан. Кейінірек Огайо штатындағы Кливленда зообағында болып, 1933 жылдың 14 наурызында қайтыс болады. Бальтоның ерлігіне бір емес, 2 мүсін орнатылды. Біріншісі Ном қаласында, ал екіншісі Нью-Йорктегі Централ саябағында. Белоруссияның Минск облысындағы Несвижский саябағында ерекше бір мүсін бар. Тас тұғырдың үстінде жабырқаулы кейіппен алысқа көз тіккен ит отыр. Ескерткіште ешқандай белгі немесе жазу жоқ, тек 1896 деген сандар ғана бар. Бұл итке мүсінді князь Радзивиллдің өзі орнатқан, себебі князь оған қарыздар еді. Радзивилл аңға шыққанды жақсы көретін, көп уақытын осы ермегіне арнады. Әрине оның жанында сенімді, аңшылық ит еріп жүретін. Бірде ол әдеттегідей орманға аңға шығады. Кенеттен алдынан ақырған аю шыға келіп, тарпа бас салады. Осы кезде ит аюдың назарын өзіне аударып, қожайынның жанынан алыстатуға тырысады. Иесін құтқарған ит осылайша аюға жем болады. Өз өмірін жан пида еткен итке ризашылығы ретінде князь сарайының алдында мүсін тұрғызады.
Ит жанды деген сөз текке айтылмаған. 1958 жылы жапондық зерттеушілер қақаған қыста полярдағы қар үйін тастап кетуге мәжбүр болады. Зерттеушілер иттерін алып кетуге мүмкіндіктері болмай, оларды шарасыз қалдырып кетеді. Кейіннен суық аймақта адал өлімге бас тіккен иттерге Осака қаласында үлкен ескерткіш орнатылады. Келер жылы полярға қайта оралған жапондықтар таң қалысады. Өлдіге санаған иттер қожайындарын үй алдынан тосып алады. Төрт аяқты жануарлар бір жыл бойы өлім мен өмірдің арасында жүріп, тапқан азықтарымен қоректеніп жүріпті. Ал із-кесушілік қызметке үйретілген иттердің ішіндегі ең атақтысы голландиялық Лео есімді овчарка. Ол Амстердам әуежайында 9 жыл қызмет етті. Оның көмегімен есірткіні шекарадан алып өтпек болған 300 қылмыскер құрықталған. 9 жылдық қызметінде Лео әртүрлі жүктерге жасырылған 3 тонна гашиш, 1 тонна марихуана, 28 тонна героин және 18 тонна кокаин тауыпты. Есірткінің барлығы фармацевтикалық орталыққа дәрі жасауға жіберіледі. Одан мыңдаған доллар пайда түседі. Кейіннен Лео мемлекеттік зейнеткерлікке шығып, құрметпен қартайған иттердің үйіне жіберілген. Тарихта итке ең алғашқы ескерткіш 13 ғасырда Ұлыбританияда орнатылған. Оны солтүстік Уэльсте Геллер деген итін байқауста өлтіріп алған Левелин атты князь орнатқан. Өз қожайынның қолынан қаза тапқан ит бір балақайды улы жыланнан құтқарып қалған екен. Лорд осы ерлігі үшін және өз кінәсін жуу мақсатында Геллерге арнап мүсін орнатуды парызы деп санапты. Оңтүстік Африка Республикасының Кейптаун қаласында тас жартастың үстіне қоладан құйылған үлкен дог тұқымды матрос итіне ескерткіш орнатылған. Оның астыңғы жағына бірінші дәрежелі дог тұқымды даттық матросқа деген жазу бар. Матрос ит көп жылдар бойы Саймонтаундағы әскери теңіз базасындағы теңізшілердің сенімді әрі сүйкімді көмекшісі болған екен. Ғарышқа ең алғаш болып ұшқанда ит, лайка, белка және стрелка ғарышқа қазақ жерінен аттанып жерге есен сау оралды. Ғарышкер иттердің аттары тарихта мәңгі қалды. Оларға Ресейде ескерткіш орнатылды. Өмірден озған егейлерін ұзақ жылдар бойы сарыла күткен және жандарын пида еткен бұдан өзге де адал иттер жетерлік. 10 жыл уақыт елсіз жұрттағы станцияны айналып, есін күткен Хатико, сосын Бобби, Шепу, Джек бұл сөзімізге дәлел. Бір данышпан айтқан екен, адамдарды таныған сайын итімді бағалай түсемін деп. Қазақта итті 7 қазынаның біріне жатқызып, 4 аяқты серігінің қадірін білген жан. Шынында да оларды қадірлеуге лайықты жануарлар. Атақты зерттеуші Амундсен иттің көзіне назар салып қараңызшы, адамның көзінен білініп тұратын сезімдерді олардан да байқайсыз. Өйткені олардың жаны, рухтары бар деп бекер айтпаған болар.